Баскетбол күзінің ән сыджақ қаршылығы. Суперлиганың кечкен мевсімі чемпионы Будивельникове. Украина купының сайбы Днепр Киевның спорт сарайына принципиаль матчыны кечірді. Курашывны тақымлар тен шекілде башлады, амма екінші черекте құруйчылар имаеде ойынны юткозды. Мусафирлер оларны Мишула, Сизов, Загребове, Глебовның ижарасында уч балларының сериясынен тақдерледі. Тенефюске Днепр плюс 10 бау үстінлігі еле чықты. Üçüncü черегінде есе Филс Дугат Америка дуэтінің ғайреті Будивельник фарқыны уч баға эксельті. Ама сонки 10 даққада Днепр мусафирлері жидді янашып, нетижеде ойында ғалебе қазанды 86-77. Денис Журавлевның тақымы яны мевсімде үшінші матчыны енді Будивельникке чемпионатта бірінші мағлюбиятыны кетірді. Шымды Днепропетровск Будивельник чемпионатның фаворитлері ола. Әркез бұл матчны сабарсызлық ненбеклейді. Сонына қадар тырыштылар. Фарқы егірмеге етейді. Ама Будивельник қайтып олды. Эки ба или ұстын чықайдық. Ама doğrusu пек принципиаль бір матчыды. Біз да күчлі олғанымызны көстермеге істейдік. Оғымызды о қадар yüksek меселелерінің бошына тұрмағанына избатлама істейдік ве оларға ерішіджекміз.